Қыздар, міне солай екінші жағында тігеміз. Осындай мына жағынан осындай әдемі шоу шығады. Ортасынан кесетін жаңа столдың ортасында болады. Қыздар, енді жаңа 1,60 дедік қой. Ортасын табамыз. 80. Я, мысалы 80. Былай 80 қалды. Мына жағы 80. Мына жағы 80. Былай қарай 80. Былай қарай 80 болады. Точкасын тауып аламыз. Ортасы былай 80. Сосын жаңа метрлікпен, ручкамен бірге метрлікті ұстап тұрып, деп айналдырамыз. Ортасын ұстап. Сонда круг болады. Бір жағын кругтың бір жағын кесіп алсаңыз, екінші бетке қаратып, екінші жағын істеп аласыз. Қыздар, міне бір жағын кесіп алдым. Енді осыны ортасынан бөліп, ортасынан аламыз да, екінші осыны контурмен кесіп аламыз. Осылай, қыздар, ені 1,20 үстелге осындай әдемі дөңгелек столға арналған дастархан шықты.